Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге картоп қосылған пирожки дайындаймыз. Үй бөлмесіндегі сүтке қайнаған су құйып, үстіне тұз, қант, ашытқымызды салып, бетін 15-20 минутқа жауып қоямыз. Дайын болған ашытқымыздың үстіне ұнымызды салып, қолға жабыспайтын қамыр егеміз. Салмасына картопты суға әбден жақсылап пісіріп аласыздар. Кейін тұздыққа ұсақтап туралған пияз, үккіштен өткізілген сәбізді қолданасыздар. Орташа қызып тұрған отта майымызды қыздырып, үстіне пиязды салып жақсылап қуырамыз. Кейін сәбізімізді салып, үстіне дәмдеуіштер қосып қуырып аламыз. Келесіде дайын болған картоптың үстіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша май қоссаңыздар, болмаса сүт қоссаңыздар болады. Мен өзім сливке қолдандым, сонда өте дәмді шығады. Кейін жақсылап езіп, үстіне тұздығымызды саламыз. Менде сәбіз бен пияздан дайындалған тұздық, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салмасын дайындасаңыздар болады. Көтерілген нанымызды суретте көріп тұрғандарыңыздай қолмен жайып, ішіне картоп салмасын салып, пирожкиларымызды дайындаймыз. Отқа майымызды қойып қыздырып аламыз. Майымыз қызған кезде пирожкиларымызды салып, екі жағы қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Дайын болған пирожкиларыңызды қағаз сүлгінің үстіне қойып, майын сіңдіріп, артық майларын алып тастайсыздар. Осымен біздің пирожкиларымыз дайын, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Керек заттардың барлығы видеоның астында описание бөлімінде жазылады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.